Сәлем достар, сендермен бірге мен Тоги Зон арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге Really World'тағы жақсы мүмкін сендерге көмегі тиетін лайфхактарды айтатын боламын. Кешірім сұраймын. Мен қазір өзімнің основной аккаунтымнан кіріп отырмын. Ал енді бастаймыз. Бірінші лайфхак, достар, мінекей біз спавнан қаратып бізге Grow Garden'ге келетін болсақ, бірінші Grow Garden'ді ашу үшін бізге хотя бы осындай бірінші квестті өтіп алу керек. Содан кейін барып бізде осындай Grow Garden'ге доступ ашылады. Оны басамыз, ішіне кіреміз. Және егер мына жерде осындай кейбір заттар тұрса, онда оларды вообще алмаңыздар. Бұлар өте пайдасыз. Бұларды пайдалы қылу үшін сіздер уровеніңізді көтеруіңіз керексіз. Қалай сіз уровенді көтеру керектігін сұрасаңыз, онда сіз примерно 10 минуттай ойнау керексіз. 10 минутта сізге бір уровень береді. Солай сіз 10 минуттай 1 сағат ойнасаңыз, мына жерде осындай заттар пайда болады. Сол үшін бізге примерно 2-3 сағаттай немесе даже 5 сағаттай ойнасақ, мына жерде күшті пайдалы заттар болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін, мынаның ішінде қандай заттар шығуы мүмкін. Міне, ішін басасыз. Мына жерде осындай квадратик тұрады. Менде опыт әлі жоқ, себебі мен жаңа шығып кірдім. Міне, менің уровенім 11-ші уровенде тұр. Мінекей, 10 минут игры плюс 10 опыта. 1 сағат ойнасаңыз, 1 уровень көтеріледі. Солай уровендеріңіз көтересіздер. Мінекей, мына жерде барлық сондай заттар түсе алады. Даже мінекей, зачарованное золотое яблоко, и бізде даже алый лотос, осылардың бәрі түседі сізге. Егер осыны жинап уровендеріңізді көтерсеңіздер. Осындай сіздерге бірінші лайфхак, ал енді екінші лайфхак көреміз. Егер сіз бірінші квестте бірінші джампшотты өтсеңіз, ең оңайын үстін басасыз, и осындай сіздерде өздеріңіздің наградаларыңыз болады. Мына жерде бұл наградалар арзанға сатылып жатыр. Сіздер 32 золотое яблоканы сатып алып, оның ценасын көтеріп аукционға сатсаңыздар болады. Мысалы, мына жерде 60 мың болса, ценасы 32 штука, сіз оны примерно 150 және одан көп рек сатсаңыздар болады. Мінекей, жаңа бірінші лайфхакта айтқанымдай, міне, Grow Garden, получен опыт 10. Мен 10 минут ойнадым, значит, маған сондай опыт береді. Бұл бізде екінші лайфхак болды, ал енді үшінші лайфхакқа көреміз. Ал достар, міне бізде үшінші лайфхак. Сіздер мейлінше өз үйлеріңізді осындай айдалада ештеңе жоқ жерде салуларыңыз керек. Егер сіздер үйлеріңізді басқа үйлердің қастарына салсаңыздар, онда сіздерді загриферет етуі мүмкін, немесе ол үйлер сізге мешать етуі мүмкін. Сол үшін сіз үйіңізді осындай айдалаға салсаңыздар болады. Осылай айдалаға салуларыңыз керек. Бұл бізде үшінші лайфхак болды. Енді соңғы лайфхакқа көшетін боламыз. Бізде төртінші лайфхак. Достар, егер сіздер үйлеріңізді саласыздар ғой, сол кезде, мысалы, мына жерде сундуктарды қоясыз. Қазір. Міне, сіз сундугыңызды қоясыз. Сол сундуктың ішіне, мысалы, любой бір затты саласыз. Мінекей, сол сундугыңызды сіздер астын загриферет етіп ұрлап кетпеу үшін сіздер сундуктарыңыздың астарына печка қоюларыңыз керек. Осындай печка қоюларыңыз керек. Себебі
сол печка сізді сундуктарыңызды загрейферит етпеу үшін керек. Поршенмен итерген кезде печка поршенмен итерілмейді. Сол үшін сіз үй салған кезде сундуктарыңыздың астына обязательно печка қою керек. Сол кезде ғана сіздің сундуктарыңыз қауіпсіз жерде болатын болады. Ал енді достар, егер бұл лайфхактар сізге керек, қызықты және көмегі тиген болса, онда лайктарын басып, комментария жазып кетіңіздер. Маған екінші частьін түсірген дұрыс па, әлде жоқ па? Ал давайте. Всем пока-пока!